Сейілбек Мырзабай, балалықтан даналыққа. Алғы сөз. 2013 жылы ағылшын тілін жетілдіру үшін Мальтаға бардым. Біздің топта испан, италия, түрік, орыс және неміс жастары болды. Кешке жастар бас қосып, әртүрлі тақырыпта әңгіме дүкен құрамыз. Бір күні Шмидт есімді неміс жігіттің көңіл күйі болмай әңгімеге араласпай отырды. Саған не болды деп едім, «Нюльтбок аутнеч» деп көңілсіз жауап берді. Бұл неміс жастарының жиі қолданатын жаргоны. Ештеңеге зауқым жоқ, өмір қызық емес деген ұғымды білдіреді. Ол кезде бұл сөзге мән бермеп едім. Кейін тіл курсын ашып, оқушыларға ағылшын үйретіп жүргенде бұл сөзді олардан жиі еститін болдым. Сонда ғана бұл сөздің астарына үңілдім. Себебі ештеңеге зауқым жоқ, оқушыға сабақ беру өте қиын. Ата-анасы бар жағдайын жасап қойған. Мемлекет те мектептің материалдық, техникалық, кадрлық әлеуметін жақсартуға күш салады. Бірақ балалардың оқуға, өмір сүруге деген құлшынысы күн санап солып барады. Енді сұрақ. Ештеңеге зауқым жоқ. Баланың өмірге деген құштарлығын қалай оятамыз? Баланы оқыту үшін сан түрлі әдістемемен қаруланып, тілді шебер білудің жеткіліксіз екенін түсіндім. Көкейімде партада отырған оқушы кім, баланың болмысы неден тұрады, оны қайтсек дұрыс танимыз деген экзистенциялық сұрақтар ояна бастады. Осындай сұрақтардың жауабын табу үшін ізденуге тура келді. Академиялық алаңда адамның рухани болмысын дәл зерттеген ғылымның бір саласы логотерапия. Бұл ғылымның негізін қалаушы веналық ғалым Виктор Франкл. Ол 20 ғасырдағы ең көрнекті психологтардың бірі болып мойындалған. Адамның мәңге талпынысы мен оның психикалық саулығы арасындағы тығыз байланыс барын алғаш дәлелдеген ғалым. Франклдың теориясы өмірден мән таппай күйзелген кісіге қолдау көрсетіп жүрген психотерапевтерге көп көмегін тигізді. Оның өмірден мән іздеген адам еңбегі қазақшаға аударылды. Отбасы хрестоматиясы сериясы мен логотерапия немесе өмірге құштарлық деген кітап та жарыққа шықты. Бұл кітаптар автордың философиялық толғанысы мен психологиялық талдауынан тұрады, ал біз соның педагогикалық қырын ұштағымыз келеді. Франкл педагог емес, бірақ шәкірттерінің арасында логотерапияның әдісімен құрастырған логотерапевтер бар. Солардың бірі Елизавет Лукас. Ол да логотерапияның методикасы мен техникасын дамытып жетілдірген ғалым. Франкл арал болса, Лукас сол арал мен құрлықты жалғап тұрған алтын көпір іспетті. Заманауи технология мен қазіргі интернеттің арқасында сол ғажап алтын көпірге қиналмай жалғанып алдық. Австриялық ғалымның ағылшын, орыс тілдерінде аударылған бірнеше кітабын интернет дүкендерден алдырдық. Кітап қалай жазылды? Енді соған тоқталайық. Кітаптың 60-70% Елизавет Лукастың еңбектері негізінде жазылды. Онымен шектелмейде өзге де ғалымдардың деректерін енгіздік. Бірақ бірден айтайық, бұл кітап академиялық еңбек емес. Қарапайым оқырман академиялық мәтінді түсіне алмайды. Логотерапияның терең теориясы мен методикасы қарапайым оқырманға ұғынықты болу үшін шынайы оқиғалар желісімен ашықтап отырдық. Бұл кітап ата-анаға, мұғалімдерге және мектеп психологтарына арнап жазылды. Себебі олар баланың тәрбиесіне тікелей жауапты тұлғалар. Баланың болмысын неғұрлым дұрыс танысақ, оларды дұрыс тәрбиелеу де соғұрлым оңай түседі. Бір кезде ағылшын үйрету курсынан басталған жобам қазір тіл үйретумен шектелмей, басқа да құндылықтарды қатар сіңіретін балалар лагеріне айналды. Бұл жайлы кітаптың ішінде айтылған. Сол лагерге тәрбиесі қиын балалар да келеді. Шынымды айтсам, проблеманың 90%-ын ата-ана тудырады. Олар балаға дербес болмыс, рухани потенциал, ерікті жаратылыс деп қарамайды. Интеллектісін ұштай берсек, болашақта мол ақша табатын машинаға айналады деп ойлайды. Мұндай кесел көзқарас балаға кері әсер етеді. Рухани болмысы бітелген бала бір күні ата-анасының бас ауруына айналады. Сондықтан маған баламен емес, ата-анамен жұмыс жасау қиындық туғызады. Редукционистік, детерминистік, индивидуалистік көзқарастарға ұрынған ересектерге кішкентайлардың рухани қалауы мен даралығын түсіндіруге мәжбүр болдым.
Егер ата-ана осыны дұрыс түсінсе, біраз проблеманың түйіні демде тарқатылады. Осындай дүниелер бізді кітап жазып, жиған терген тәжірибемізді ата-анамен бөлісуге итермеледі. Бұл тақырыпта мектеп мұғалімдері мен ата-аналарға жиі дәріс оқимын. Сондағы байқағаным, мұғалім мен ата-ананың қарым-қатынасында кілтипан бар. Баладағы проблема да осы екі тараптың бірін-бірі дұрыс түсінбеуінен келіп шығады. Ата-ана баласының таяз біліміне мұғалім мен мектепті кінәлайды. Мектеп оқушының теріс тәрбиесін ата-анадан көреді. Осындай түйткілді шешу үшін логотерапияның талаптары бойынша мектеп пен отбасыға арналған ережелерді қамтыдық. Бұл ережелерді Елизавет Лукас енгізген. Соңғы тарауды сұрақ-жауапқа арнадық. Мұғалім үшін ең қиын нәрсе қуыс кеуде балаға бірдеңе үйрету. Экзистенция вакууміне жұтылған жастарды ештеңемен қызықтыра алмайсың. Ең өкініштісі, жыл сайын олардың қатары көбеймесе кемиетін түрі жоқ. 20 ғасырдың басында батыс қоғамында көз көріп құлақ естімейтін психологиялық проблемалар пайда болды. Адамдар бұрын соңды болмаған түрлі психикалық ауруларға шалдықты. Сол кезде келесі бір психиатр Бинсвангер бір нәрсені анық байқады. Психологиялық, патология мен соматологиялық аурулардың төңірегі философиялық танымның тоқырауынан шығып жатқанын түсінеді. Мәселеге тереңнен үңілу үшін атақты философы Мартин Хайдеггерден дәріс алады. Дәрігер сұрақ қояды, философ жауап береді. Бинсвангер осы сұрақ-жауаптың негізінде экзистенция анализі атты еңбек жазып шығарды. Бұл еңбек науқастарға көп көмегіне тигізді. Өмір тақтасында тағдырдың тарапынан қойылған экзистенциялық сұрақтарға адам тіке жауап беруден жалтарады. Жалған танымға жабысар болса, жүйкесі кеселге шалдығады. Бинсвангердің бұл амалы бізге ой салды. Ештеңеге қызығушылығы жоқ оқушыға ағылшын тілін үйретпес бұрын өмір туралы сөйлескен жөн екен. Математика, физика, химия, биология, шет тілдерін үйреткенде бас салып цифр мен формуланы көрсете бермей, алдымен ол пәннің не үшін керек екенін түсіндірген абзал. Өмірдегі практикалық қолданысын ғана емес, фундаменталды мәнін де ашып берсек қанекей. Ницшенің адамға қалай өмір сүруді үйретпе, не үшін керегін түсіндір, қалай сүру керегін өзі де үйреніп алады деуінің сыры осында. Еркіндік, жауапкершілік, ар-ұят, махаббат, кешірім, уәдеде тұру, қайсар рух сияқты рухани феномендердің мәнін түсінсе, олардың өмірге құштарлығы артып, өнер білімге қызығушылығы оянады. Осылайша логотерапияның негізінде бірнеше сұрақ-жауаптар дайындадым. Кешке оқушыларға сұрақ қойып, олардың пікірін сұрадым. Олар сұрақтың дұрыс жауабын білгенде қайраттанып шыға келді. Екі оқушының мысалын берейін. Екеуінің білім деңгейі екі түрлі. Бірі Түркістан облысының бір ауылындағы орта мектепте оқиды, екіншісі Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алады. Бірі ағылшын тіліне шорқақ, екіншісі жүйрік. Бірінің интеллектісі төмен, екіншісі жоғары. Ең қызығы, осыншама айырмашылық бола тұра, екеуінің де ортақ ұқсастығы бар. Ештеңеге қызықпау. Өмірге құлшынысы жоқ. Мұндай селқостық неден болады? Әрине, интеллектуалды қабілетінің нашарлығы немесе күштілігі емес. Бала тіршіліктің мәнін, өмірлік мұратын білгенде жабық күйде бітеліп, мәннің дефицитінен тұншығып жатқан болмысқа дереу жан бітеді. Бұл әдіс оқушыларға ғана қолданған жоқ, ересектерге арнап WhatsApp желісінде логотерапия топтарын аштық. Сұрақ-жауап жүргізіп көрдік. Нәтижесі біз күткеннен асып түсті. Жалған танымның қыспағына түсіп қалған адамдарға сұрақ-жауап қара бұлттың арасынан шыға келген күннің шуағындай әсер етті. Жауапсыз қалған экзистенциялық сұрақтың бәрі тарқатылған соң, жүйкеге салмақ болып тұрған барлық жағымсыз көңіл-күй өзінен өзі жоғалды. Адамның мұндай күйін шөлмекке түсіп кетіп, шыға алмай аласұрып жатқан шыбынмен салыстырады. Ойшылдың жұмысы шыбынды өлгенше қарап ұстау емес, шыбынды шөлмектен ашық тұрған аузынан бостандыққа шығарып жіберу керек. Адам да дәл солай. Жалған танымға маталған 100% түнекке қамалып қалмайды. Шығатын жол әмән да бар. Мәселе сол еркіндікке шығаратын дәлізді қапысыз дәл табу. Сұрақ-жауап адамды уақытша ғана жетекке алады. Еркін ойлауды үйренген адам ғана
философияның не шатақ діннің қауіпті уағызына мат алмайды. Сондықтан да кітаптың соңғы тарауын тәжірибеден өткен сұрақ-жауаптарға арнадық. Кітаптың форматы мен көлемін ескеріп, сұрақтарды іріктеп, біршамасын қамтыдық. Түрлі өмірлік оқиғадан да мысалдар берілді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні рухани құндылықтармен тіреледі. Балаға құндылықтың қай түрін сіңірсен, түбінде сол құндылыққа айналып шыға келеді. Кімнің бұл өмірде беделді, құрметті, абыройлы болғысы келмеді дейсің? Бәрі де бір мәртебеге жетсем деп талпынады, бірақ бір нәрсені ескермейді. Мәртебенің деңгейі құндылықтың сапасына тікелей тәуелді. Сапасыз құндылықты сіңірген соң кей адам неге мені ешкім сыйламайды деп таңғалып жатады. Таңғалатын түгі жоқ. Аса құнды құндылық қиындықпен келеді, ал арзанның сорпасы әмән да татымсыз болмақ. Интеллектуализм мен экзистенциализмнің жекпе-жегі. 2018 жылы мынандай оқиға болды. Қызылорда облысындағы мектеп психологтарына бала тәрбиесіндегі экзистенция анализ деген лекция өтті. Жиын соңында мектептің директоры оңаша айтар сөзім бар деп кабинетіне шақырып алды. Неден бастасам екен, жалғыз ұлым бар еді деп әңгімесін бастай алмай қыбылықтап тұр. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Балам Алматыдағы IT университетіне түскен еді. Өте жақсы оқу орны, сабақтың бәрі ағылшынша өтеді. Қарындасы сонда оқиды дедім. Әңгімені өрбіту үшін биыл оқуын бітірді, бірақ Қызылордаға қайтқысы келмейді. Онда тұрған не бар? Мәселе онда емес. Алматыда қалса қала берсін, қарсылығым жоқ. Биыл бакалавр бітіреді, магистратурасын, ал Америкада оқиды, интернетпен емтихан тапсырып оқуға түсіп алыпты. Жақында кетеді. Өз күшімен түсті ме? Әрине, ол жағынан балам білімді, интеллектісі күшті, потенциалы мықты, шет тілі, математика, информатикаға жүйрік. Бәрі келді. Ел көреді, жер көреді, таным көкжиегі кеңейеді. Батыстың да білімін көріп қайтқан жақсы емес пе? Дұрыс. Барсын, оқысын, тоқысын, оған қарсылық емеспін, уайымым басқада. Енді ашылып айта беріңіз. Балам үйге айна жылына бір келеді. Ауылда той-томалақ, өлім-жітім бар дегендей. Қаза болса көңіл білдіріп, қуаныш болса құтты болсын айтып, ағайын туыстарды аралаймыз. Міне сондай кезде бір өліп, бір тірілемін. Неге? Мінезі өзгеріп кетті. Өлім-жітімге баламның қылығында ұялып, тіпті кірерге тесік таппай жер боламын. Мына жақта туыс-туған жоқтау айтып, аза тұтып жатады, ал менің баламның ешкіммен шаруасы жоқ. Басында капюшон, құлағында наушник, екі қолы қалтада, сағызын шайнаңдап тұрғаны. Қайғыға ортақтасу, қуанышты бөлісу деген атымен жоқ. Ақымақ дейін десең, ақымақ емес. Мектепті де, университетті де қызылға бітірді. Бірақ қылығы анау, кәдімгі меңіреу компьютер сияқты. Дүниенің білімін жинап алған, бірақ адам сыйқы жоқ. Мен ғой бірдей бір мектептің директорымын, ауданның құрметті азаматымын. Сөйте тұра ел жұрттың алдында баламның қылығынан ұялып жерге қараймын. Кейде ойлаймын, деді де көңілі босап кетті. Тамағына өксік тығылып, жұтқыншағын қиналып жұтты да, бір күні бізде қартайып, бойымыздан күш-қуат кетеді. Біреудің қамқорлығы мен күтіміне зәру болып қаламыз. Сол кезде кімнің қолына барып тұрамын? Мына бала өліп бара жатсам да аузыма су тамызбас. Қайратым сарқылғанда қарттар үйіне өткізіп жібере ме деп қорқамын, деді. Директор апайдың екі көзі жасқа толып, сөмкесінен бет орамалын алды да бетін басып жылай берді. Мен жұбатуға тырыспадым, себебі бұл жерде біз ескермейтін бір нәрсе бар еді. Құрал мен құндылық. Бұл мәселе қазір кез келген ата-ананың басындағы негізгі проблемаға айналды. 20 ғасырдың басында әлем жаппай сауатсыздықпен күресті. Адамзатты қараңғылықтан алып шығу үшін жазу сызу үйреніп, өнер білімге, ғылымға баулыды. Зұлымдықтың бәрі әріп танымаудан басталады. Ғылым білім салтанат құрса, жер бетінде қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған мамыражай заман туады деген ұран кез келген қоғамның көрігін қыздырып жатты. Әрине, надандықпен күрескен асқан қайырымды іс жоқ. Алайда ғылым мен білім жұрт ойлағандай мәселенің бәрін түбірімен шеше ала ма?
сауатты адам рейтингі бойынша Қазақстан әлемдегі алғашқы 10-қа кіреді. Жұрттың 99,8% хат таниды. Бір қызығы азғындық рейтингісі бойынша да көш бастаймыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасын алсаңыз, Қазақстан суицидтен әлемде алғашқы 10-қа кіреді. Жасөспірімдер арасында суицид пен ерте жүктіліктен 3-ке. Аборт саны жөнінде де 10-қты паналаймыз. Жемқорлық деңгейінен орталық Азияда көш бастаймыз. Бір қарағанда біз үшін Еуропа мен Америка ғылым мен білімнің арқасында бүкіл проблемадан құтылып, мамыражай өмір сүріп жатқандай көрінеді. Бірақ олай емес. Оларда да өмірден түңілу, тоқырау, депрессия, экзистенция вакуумы, фрустрация сияқты кеселдерден көз ашпайды. Әлгі директор ханымның тұйыққа тірелген проблемасы күллі адамзатқа ортақ проблема десек те болады. Оны ата-аналардың бізге жазып жатқан хаттарынан да байқаймыз. Күн сайын осыған оқиғасы бір-біріне ұқсас ондаған хат келіп түседі. Балалар тәрбиесінде тығырыққа тірелген ата-ана енді қайтемін деп зар жылайды. Балам оқысын, тоқысын, өнерлі, білімді болсын деп апармаған жерім жоқ. Арнайы мектепте оқыды, түрлі үйірмеге қатысты, қымбат болса да жеке репетитор жалдадым. Соңғы ақшама кітап алдым. Аудандық республикалық олимпиадаларға сүйредім, заман талабы деп 7 жасынан ағылшынша оқыттым, математика мен физикаға бердім. Қысқасы бүкіл күш-қуатымды, ақшамды, уақытымды сарқып жұмсадым. Енді адам болама деп жүргенде баламның түрі мынау. Қарапайым нәрсені қақпайды, ештеңеге қызықпайды, ештеңеге икемі жоқ. Ал аңдығаны сотқа, қолы босай қалса компьютер ойнайды. Сонда менің берген білімім, оқыған ғылымым қайда? Неге сонша санасыз болып қалды? Еңбегімнің бәрі құмға сіңген суда еш кеткен ме деп уайымдаймын деп ашына ақтарылады. Енді осы мәселені талдайық. Экзистенция анализінде құндылық және құрал деген екі түсінік бар. Мысалы, математика, физика, химия, шет тілі сияқты пәндер атауының бәрі құралға жатады. Ал ата-анасын сыйлау, біреудің қайғысына ортақтасу, көңіл айту, біреудің қуанышын бөлісу, жауапкершілік арқалау сияқты дүниелер құндылыққа жатқызады. Яғни ариат, махаббат, уәдеде тұру, еркіндік, жауапкершілік, кешірім, тәубе сияқты адами қасиеттері экзистенциялық қабаттан шығады. Құрал адамның интеллектісін дамытады. Құндылық экзистенциясына жауап береді. Сондықтан құралға мектеп жауапты, құндылыққа ата-ана жауапты. Баланың кеудесін құндылыққа толтырумен ата-анасы айналысуы тиіс. Балаға құндылық бермесе, өсе келе санда бар, сапада жоқ, қуыс кеуде типке айналады. Оны ғылымда экзистенция вакуумы дейді. Экзистенция вакууміне түскен балада екі түрлі проблема байқалады. Біріншіден, ол өнер ғылымға икемсіз болып қалады. Көп ата-ананың түсінбейтін жері осы: арманы жоқтың дәрмені жоқ. Құсты қанаты ұшырады, баланы талабы ұшырады деген. Кеудесінде арман мұраты жоқ бала ғылым оқып, өнер үйренгісі келмейді. Екіншіден, ғылымға икемді, өнерге икемсіз келеді. Бұны экзистенциализм мен интеллектуализмнің жекпе-жегі деп те атайды. Директордың мысалы осыдан шығады. Ол кісі баласына интеллектуалды білім берумен ғана айналысқан, яғни құрал. Соның нәтижесінде ұлы өнер ғылымға жүйрік болып шықты. Бірнеше тілде еркін сөйлейді, математика мен физикаға жүйрік, модерн заманның бүкіл ақпараттарынан хабардар, бірақ тұла бойынан адамгершілік қасиеттер көрінбеді. Ар-ұят, обал, сауап ұғымнан жұрдай. Кие, қасиет, құндылық, әулие деген түсініктерге ескінің сарқыншағы деп қарайды. Осылайша мейірім, шапағат, жанашырлық, кісінің көңіліне қарау, жауапкершілік, уәдеде тұру, обал, сауап, ар-ұят пен намыс сияқты адами қасиеттері біртіндеп сөне бастайды. Адам тірі роботқа айналады. Мұның салдары өте қауіпті. Депрессия, құмар ойын, нашақорлық, жыныстық зорлық, зомбылық, жоспа, жастар арасында әлімжеттік, суицид сияқты түрлі проблемалар осыдан шығады. 2012 жылы ағылшын тілін үйрету курсын ашып, бала оқыта бастадым.
Курстың басты қағидасы мынау: 10 жасқа толмаған балаға шет тілін үйретпеймін. Ата-аналар себебін түсінбей неге қабылдамайсыз деп таңдана сұрады. Себебі бала 10 жасқа дейін ана тілін меңгеріп, бойына жалпы адамзаттық құндылықты сіңіру керек. Көкірегіне құндылық жинап өскен бала өнер білімге құштар келеді. 2013 жылы бір кісі мені Түркістаннан арнайы іздеп келді. Қасында 9 жасар ұлы бар. Есімі Ибрагим. Соны оқытпақ болды. Бірақ баласы тым жас екен. Әлі 1 жыл бар, келесі жылы алып келіңіз дедім. Әкесі қоярда қоймай курсқа қабылдауымды сұрады. Мен бір ғана шартпен келістім. Бір күн оқытайын, жоғары сынып оқушыларына ілесе алса қалады, ілеспесе қайтады дедім. Әкесі келісті. Ертесіне оқу процесі басталды. Күтпеген жағдайға куә болдым. 9 жастағы Ибрагим өзінен 3-4 жас үлкен балаларды оп-оңай басып озды. Ибрагимнің әкесі құрылыстан нәпақасын тауып, отбасын асырап отырған шаруа адам. Анасы үйде отырған келіншек. Бірақ ол қарап жатпай баласының кеудесіне ізгіліктің дәнін егіп беріпті. Бір күні Ибрагим: ағай, бүгін дастарханға батаны мен берейінші деді. Елең ете қалдым. Бата білесің бе дедім. Сөйтсем, түр-түрін біледі екен. Дастарханға бата, жолға бата, тіпті 2 жасқа берілетін батаны да жаттап алған. 40 шақты жаңылтпашты мүдірмей жатқа сөйлейді. Бұл бергі жағы. Шешесі Ибрагимге 7 жасында Алпамыс батыр жырын жаттатқан. Күнде қасында отырып, 2-3 шумақтан қайталап оқи берген. Әріп танымайтын бала жырды құлақпен естіп жаттайды. Осылайша құйма құлақтыққа баулыған. Ағылшын мәтіндерін қазақшаға аударғанда әуесін келеді. Сөздік қоры бай. Ал 8-9 сынып оқитын өзге балалардың сөздік қорына қарап қарның ашады. Тілдері жұтаң. Сол жылдары агент деген әлеуметтік желінің дәурені жүріп тұрды. Жастардың агенттегі коммуникациясы привет, норм, нестватсың, жатқан, отқан, пока деген сияқты сөздермен шектелген. Лексикондары тым қарабайыр. Бұл көрініс менің құрал мен құндылық жайлы ұстанымымды нықтай түсті. Екеуі расымен 2 бөлек дүние. Балаға тіл үйретумен қатар кеудесін құндылыққа толтыру қажет екен. Осы оқиғадан соң оқу әдістемемді өзгерттім. Ағылшын тілін үйрету курсын қайта жасадым. Ол келе-келе тілмен бірге құндылыққа үйрететін Otuken English лагеріне айналды. Балалар тек ағылшынша оқымайды, ана тілінде өлең жаттап, жаңылтпаш айтып, жыр жаттайды. Жырды кітаптан оқып емес, құлақпен естіп жаттауға үйреттім. Қиса оқып, сөздік қорын байыттым. Бұл әдіс көп күттірмей жемісін берді. Жыр мен жаңылтпаш баланың шет тілі мен математикаға, физикаға зейінін ашып, қабілетін күшейтіп жіберді. Мұны адамның соматикалық денесінің қалыптасуындағы құбылыстармен түсіндірсе болады. Баланың денсаулығын ойлаған ата-ана оған неше түрлі тамақ береді. Сәбіз же, бойың өседі, ет же, гемоглобин көп болады, алма же, құрамында темір бар деп неғұрлым көп дәрумен беруге тырысады. Өйткені ағза дұрыс жетілу үшін дәруменнің бір түрін ғана тұтыну жеткіліксіз. Ал бүгінгі ата-ана баласын математика мен ағылшынға ғана баулай беріп, ең негізгі әрі қуатты болмыстық дәруменді, яғни құндылықпен сусындатуды ұмытып кетеді. Құндылық және мораль. Құндылық дегеніміз не? Әл-Фарабидің тәртіпсіз берілген білім, адам заттың қаш жауы деген әйгілі сөзін ұстаздар қауымы аузынан тастамайды. Енді сұрақ, тәрбие деген ұғымды қалай түсінеміз? Ата-ананың көпшілігі мұны сынау, мінеу, ұрсу, жақсы амал үшін марапаттау, жаман тірлік үшін жазалау деп біледі. Қазіргі кезде баланы тек мақтай беру керек деген жаңаша техника пайда болды. Ал діншіл типтер баласына сағаттап ақыл айтып, құрғақ мораль оқумен шектеледі. Логотерапевтердің мораль оқу үшін емес, тұтыну үшін беріледі деген ұстанымы осыдан шыққан. Сондықтан логотерапия ғылымы ата-анаға да, мұғалімге де моральдан қаш талап қояды. 21 ғасырда жастарға ағыл-тегіл ақыл айту тиімсіз. Мұның пайдасы былай тұрсын көп жағдайда теріс нәтиже береді. Ал құндылық дегеніміз не? Ақыл айтпасақ, мораль оқымасақ, баланың көкірегін құндылыққа қалай толтырамыз?
бұл мәселеде тыңнан түрен салып жаңаша техника іздеудің қажеті жоқ. Сонау ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі әдіс ол балаға иләхи мазмұны бар ертегі, аңыз, қисса, жыр дастан, мәнді тәмсі оқып беру, мағыналы сұхбат жасау. Қисса мен жыр дастандар баланың сол құндылықты бастан кешіп, жүрегімен сезінуіне таптырмас дүние. Себебі олардың бойында имплисттік мораль жатады. Қызықты оқиғамен өрілген қиссаны тыңдаған бала сол қиссаның бойындағы хикметті қалай сіңіріп алғанын өзі де байқамай қалады. Мысалға, әлемнің жаратылуы жайлы бір қиссаны келтірейік. Тәңір тағала күллі әлемді жаратып болған соң, өзіне орынбасар жаратуды ойлайды. Сол кезде тау, тас, өзен, көл, аспан мен жел, от пен ағаш таласыпты. Аспан асқақтап, тау кеудесін керіп, жел дүлей күшін көрсетіп, от жалын шашып, тас қаттылық қылып, алтын жылтырлығын айтып мақтаныпты. Осылай бәрі таласып жатқанда, топырақ қана сыңлық танытыпты. Тәңірсі аспанның мақтаншақтығын, таудың тәкаппарлығын, алтынның баянсыз жылтырлығын, желдің тұрақсыз құбыла мінезін, оттың қатыгездігі мен тастың мейірімсіз қаттылығын жаратпады. Тек топырақтың сынықтық кішіпейіл мінезін ұнатты. Топырақтың қойны толған береке. Алтын күміс, ас-ауқат, жеміс-жидек содан өніп шығады. Үстіне нәжіс төксе, одан хош иісті гүл өсіп шығады. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығын міндетсіну топырақтың табиғатына жат. Сондықтан адам ұрпағы неғұрлым топыраққа ұқсаса, соғұрлым Тәңірдің алдында қадірлі болады екен. Бұл қиссаны тыңдаған бала қай амалдың бұрыс екенін, қай амалдың Тәңірге жақынын бейсаналы түрде кеудесіне тоқып алады. Оған тәкаппар болма, ашуға берілме, ізетті бол, қарапайым бол деген мораль нұқып айтылған жоқ. Бүлдіршінге ертегі оқып беруге уақыт таппаған ата-ана есейгенде баласына сағаттап мораль оқуға мәжбүр болады. Бірақ ол кезде айтылған ақыл балаға ертегі болып естіледі деген ащы мысқыл бар. Сондықтан балаға үйрететін құндылықты 5-6 жастан бастау керек. 6 жас пен 12 жас аралығы баланың түп санасы 80%-ға дейін қалыптасатын уақыт. Бұл кезеңді баланың көкірегін құндылыққа, кеудесін мазмұнға толтыруға берілген мезгіл десе де болады. Оны өткізіп алған ата-ананың өмірін мән мен мазмұнға толтыру қиынға соғады. Бойы сорайып, сабағы қурауға жақындаған өсімдікке дәруменді қанша сепсең де нәр алмайтын сияқты, қолын мезгілінен кеш сермеген адамның бір қайнауы кем болып тұрады. 21 ғасырда бала тәрбиесінде құндылық берудің рөлі қаншалықты маңызды? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін Ottoken English лагерінің оқушыларына сауалнама алып, социопсихологиялық зерттеу жүргіздік. Ол үшін 10-12 жас аралығында 100 шақты балаға психологиялық анкета толтырылды. Анкетаның ішінде мынандай сұрақ қойылған еді: ата-ана, мұғалім және басқа да ересек адам тарапынан айтылған өзіңе ұнамайтын сөздерді атаңыз. Тест жауабында бөлек өз нұсқаң деген бір тармақ енгіздік. Баланың көбі жаттанды жауапты таңдамай өз нұсқасын жазған. Байқағанымыз бәріне ортақ сол дедім бе, сол деген тіркес шықты. Яғни ата-анасынан бір нәрсе сұраса, сол үшін сол деген сияқты жауап айтып балалардың меселін қайтарады. Енді бұл сөздің балаға неге ұнамайтынын логотерапия негізінде талдап көрейік. Мазмұнына үңілсек, сол дедім бе, сол деген сөздің астарында бірнеше имплицитті рең жатыр. Мәселен, баланың таңдау құқығын шектеу, шешім қабылдау қабілетінен айыру, мән жағдайды түсіндірмеу, ақылын төмен бағалау, қысқасы адам ретінде қарамауды білдіреді. Ал адам интенсивті, яғни мақсатты жаратылыс. Қандай шешім қабылдап, нендей іс-әрекет жасаса да, оның мәні мен мақсатын білгісі келіп тұрады. Өзге тіршілік иелері секілді ойсыз тірлік кешу адамға жат. Алдына қанша жерде мықты мақсат қойып, супер жоспар жасап берсең де, істің түпкі мәнін түсінбей әрекет ете алмайды.
Кез келген ата-ана баласының аман-есен, сау-саламат өмір сүргенін қалайды. Басы бәлеге шатылмас үшін оның алдын алып неше түрлі шара қолданады. Бұл қамдану көбіне тыйым талаптармен жүреді. Өмірден жиған тергенімен бөлісіп, бағыт-бағдар беріп жөн сілтейді. Мысалы, сіз балаңызға бір тапсырма бердіңіз, немесе бір нәрседен тыйдыңыз делік. Бала неге, не үшін, неге бұлай істеуім керек, немесе неге бұлай жасауға болмайды деп сұрайды. Оған сол дедім бе, сол деп жауап берілген. Бұл жауап баланың көкірегіндегі вакуумды толтырмайды, керісінше жағымсыз сезім тудырады. Сол дедім бе, сол деп нұқуды баланың шақтырмайтын бір себебі осы. Балаға тыйым талаптың мәні мен киесі көрінбеген соң кері реакция тудырады. Тыйым талапқа жеңіл қарайды, орындағысы келмейді, тіл азар болады, тіпті өсе келе бұның бәрінің ескінің сарқыншағы деп қарайтын егелеске айналуы мүмкін. Сондықтан баланың сұрағына әр нәрсенің түпкі мәнін ашып беретін аңыз қисамен жауап беру маңызды. Мұны ғылымда онология дейді. Онология кез келген құбылысты түп негізін тарқату, мәні мен қасиетін ашып көрсету деген сөз. Немесе оны метафизика ретінде атайды. Яғни бас көзіне көрініп тұрған физикалық құбылыстың құпия сырына ынтық болу. Бұл нәрсе неліктен бұлай болып жатыр? Оны болдырып жатқан ғайыптағы күш, оны неліктен бұлайша болдырып жатыр деген сұрақпен қызығу. Сондықтан баланың анологиялық танымы күшейген сайын ол қалай деген емес, не үшін деген жауабын дәл беруге машықтанады. Кез келген ситуацияда не үшін болған ғибратты мәнін шешкен сайын балада қалай деген проблемасын еңсеріп кете алатын батыр болады. Мектепте керісінше оқытады. Ол жерде бұл әлем не үшін бұлай болып құбылып тұр деген сұраққа жауап бермейді. Мектеп нақты ғылымдарға сүйеніп, қалай болып жатыр деген сұраққа жауап береді. Моральдық таным және анологиялық таным. Ата-ананың аузынан мынандай сөзді жиі естиміз. Дәл қазір бұл өмірде балама менен жақын кім бар? Бары да нары да мен. Шалыс басып қателік ұрынса да кешіріммен қараймын. Қасындағы достары, сыныптастары, ұстаздары адам болмайды деп теріс айналған сәтте кешіріп, кеңшілік жасаймын. Бірақ неге сол балам менімен ерегесіп сөз қайтарып маған қарсы шығады? Неге олар біздің тілімізді алмайды дейді. Бұл сұраққа логотерапия бүйдеп жауап береді. Бала тәрбиесінде екі таным көзі бар. Бұл моральдық таным, екіншісі анологиялық таным. Әдетте біз ата-аналар бала тәрбиелегенде моральдық танымға жүгінеміз. Моральдық таным бұрынғы кезеңде жемісін берген. Ол заманда тәй тұят болады, қой күнә болады дегенде қоя салатын. Өйткені ол уақыттың адамдары мынау дұрыс, анау бұрыс деп кесіп айтатын. Бұл бір СССР-дің кезіндегі ақ пен қарадан басқа түсті бере алмайтын телевизорды елестетеді. Ал 21 ғасырда басқаша. Жұрт әлемді ақ пен қара емес, түрлі түсті көргісі келеді. Ал анологиялық таным трансцендентті әлемге терезе ашады. Яғни кез келген заттың яки объектінің тылсымында тұрған түпкі мәні мен идеясы. Мәні анықталған нәрсе ғана материяға айналып, ол дүние адамға білінеді. Кез келген заттың не құбылыстың ішкі мәніне емес, сыртқы материясында жабысқан кезде кісінің көңіл көзі бітеледі. Трансцендентті әлем түп санамен тығыз байланысып, бейсана деңгейінде жұмыс істейді. Яғни адамның түп санасына хикмет сәулесі түскен кезде ғана көктейді. Антос ежелгі грек тілінен аударғанда бар болып тұрған нәрсе, алғашқы экземпляр деген мағынаны білдіреді. Бұл танымда сіңірген адам біреуге ақыл айтып мораль таңып шаршамайды, бірақ өзі бүкіл мораль құндылығын тұтынып жүреді.
Ол қоғамдағы кез келген құбылыстың оң-тосына, яғни түпкі негізіне үңіледі. Мұның бастауы қайда, неден басталады? Шынымен осындай феномен тәңір әлемінде бар ма? Маған таңылатын құндылықтар, телінетін адамдар қасиеті нақты объект ретінде бар ма? Болса, оны қалай табуға болады деп толғанады. Сана мен сезім антосқа бейімделген кісі моральды мейлінше айтуға емес, тұтынуға тырысады. Оқиғаны бүкіл түр-түсімен болмыстық тұрғыда талдап, алдына қояды. Сосын мұның қай жағында хикмет басым, қалай ойлайсың деп таңдау жасап, шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Ақылды адам ерік қалауын іске қосып, мәні бар, мазмұны бар тарапты тыңдайтынын айтады. Байқасаңыз, қазір қоғамда дені моральдық танымға ұрынған. Соның кесірінен қоғамдық мәселелер терең талданбайды. Оқиғаның түп бастауына үңілуге моралистер мүмкіндік бермейді. Қит етсе болды, бұл не масқара, ұятсыз, арсыз, надан, діннен безген, қамау керек, жазалау керек деп мінеуге, айыптауға, соттауға дайын тұрады. Аналогиялық танымның практикалық қырын көрсету үшін бір мысал келтірейін. 2015 жылы жаз еді. Лагерьге 5-6 сынып оқушыларынан бір топ құралды. Ойыннан от шығады дегендей, балалар бір-біріне ерегесіп ұрсып қалыпты. Бір қыз бала алдыма жылап келді. Бір сотқар бала оған қол көтеріпті. Екеуін отырғызып тергегеннен ештеңе өнбейді. Кінәсін мойындайын деп тұрған бала жоқ. Өзі бірінші бастады деп бірін-бірі кінәлап тұр еді. Енді не істеу керек? Қыз бала қол көтеруге болмайды. Ол да біреудің қызы, сенің де қарындасыңа біреу қол көтерсе қалай болады деп ағыл-тегіл ақыл айтып, моральдық танымға тоқтайын ба, әлде аналогиялық танымға жүгінейін бе? Әрине, құрғақ мораль нәтиже бермес еді. Мен басқа тәсілге көштім. Балаларды тегі шақырып отырғыздым, сөйттім де Қорқыт ата туралы аңызды айтып бердім. Аңыз бойынша Қорқыт жанын аман сақтау үшін Әзірейілден қашып жүреді екен. Қайда барса да алдынан Қорқыттың көрі шыға беріпті. Қорқыт қашып жүріп, теңіздің ортасында барса келмес аралына шайғасады. Киелі қобызын тартып, Әзірейілді жанына жуытпайды екен. Шәкірттері ас ауқатын қайықпен жеткізіп отырады. Бір күні шәкірттері әдеттегідей тамақ алып келеді. Сөйтсе қайыққа бір қара құрт жабысып алған екен. Аралға өткен улы жәндік Қорқыттың оң аяғының башпайын шағып алыпты. Қорқыт дәм тұзы таусылғанын түсініп, шәкірттеріне өсиет айтыпты. Кейінгі ұрпаққа менен сәлем айт. Қыз балаға қол көтермесін. 10 жасымда балалықпен қарындасымды теуіп қалғаным бар еді. Мына жәндік те соны білгендей башпайымнан келіп шағыпты. Тәңірдің хикметі осы шығар деп Қорқыт ата соңғы рет қобызын алып, башпай деген күйін шығарып кетіпті дедім. Сөзімді аяқтап, ұйып тыңдап отырған балалардың реакциясын байқадым. Сотқар баланы әдейі алға отырғызып қойғанмын. Аңызды айтып болғанымда балалардың бәрі соған қарады. Жан жағынан бәрінің тесіліп қарағаны өтіп кеткен болуы керек, ұялып, екі беті қызарып кетті. Біріншіден бұл жерде балаға тікелей ақыл айтып, сынап, мінеп ұрыспайсың. Бала ондайда одан әрі қырсығып, кінәсін мойындамай отырып алатынын айттық. Аңыз сияқты мазмұнды әңгіменің арқасында бала өз қылығының дұрыс болмағанын дұрыс бұрысына ажырата алады. Сол арқылы ар ұяты күшейеді. Ар ұяты күшейгенде ырым тыйым талаптарды автоматты түрде орындайды. Көп жағдайда ата-ана мен мұғалім баланың интеллектісін төмен бағалайды. Мұндай астарлы әңгімені мазмұнды қисаны түсінбейді деп санайды. Одан гөрі ашық ұрсып, төпелеп алуды жөн көреді. Бірақ олай емес. Бала психологиясымен айналысатын мамандар жақсы біледі. Балалардың интеллектісі ересектер ойлағаннан гөрі жақсы болады. Сондықтан оларға мұндай астарлы, мазмұнды, даналыққа толы әңгімелерді көбірек айтылғаны дұрыс. Саған не жетпейді? Бір күні лагерьге орта жастағы бір келіншек баласын ертіп келді. Баласының жасы 14-те, бойы өсіп, мұрны тебіндеп, біршама есейіп қалған екен. Шешесі бірден мәселеге көшті.
балам қатты өзгеріп барады. Күннен күнге танымай барамын. Айтқан тілді алмайды, сабақ оқымайды, түнімен компьютер ойнайды, түске дейін ұйықтайды, арсыз, ұятсыз, жауапсыз, жатып ішер, жалқау деп бастырмалатып бара жатыр еді. Баласы, мам, қойсаңызшы болды деп сыңқ ете қалды. Шешесі, міне көрдіңіз бе, осылай сөз қайтарады. Ерегеседі. Мам, болды ғой енді. Неге? Сені ешкімнен кем қылмай, жағдайыңды жасап жүрміз ғой. Маған смартфон әпердік, сабаққа компьютер керек дедің, оны да әпердік. Андай киім, мұндай киім дедің, жоқ демедік. Сол жақсылықты білдің бе? Сабағыңды оқымайсың, ештеңеге қызықпайсың, саған не жетпейді? Байқасаңыз, бұл сөзді жиі естіп жүрміз. Саған не жетпейді? Ата-ана баласына, мұғалім оқушыға, үлкен кішіге, ерлі зайыптылар бір-біріне саған не жетпейді деп жатады. Расымен ата-ана өз баласының іс-әрекетімен жүріс-тұрысын, мінез-құлқын өзге емес, өзі түсінбей қалады. Енді осы құбылысын логотерапия әдісімен талдап көрейік. Логотерапия адам болмысын үшке бөледі. Адам соматика тән, психика жан, нология рух сияқты үш қабаттан тұрады. Мұны нологиялық өлшем деп атайды. Болмысты бұлай бөлмесек, адамның айуаннан артық қасиеттерін анықтай алмаймыз. Сыртқы іс-қимылына қарап, түпкі мотивациясын тәннен, жанның не рухтан шығып жатқанын айыра алмайсың. Осы шатасуды шешу үшін Франкл мынандай геометриялық фигураларды қолданады. Үш түрлі фигураны қойып, төбесінен жарық түсіреді. Үшеуінің кескіні үш түрлі болғанмен, көлеңкесі бірдей, яғни шеңбер болып көрінеді. Сосын фигураның кескінінен хабары жоқ адамнан не көріп тұрсың деп сұрайды. Ол шеңбер дейді. Үш фигура бірдей ме деп сұрайды. Я деп жауап береді. Сосын жарықты төбеден емес, жанынан түсіріп, енді не көріп тұрсың дейді. Цилиндр, конус, шар дейді. Көрдің бе, фигура үш түрлі болғанмен, көлеңкесі шеңбер болып түсе береді. Сол сияқты адамның да іс-әрекеті сырт көзге бірдей болып көрінуі мүмкін. Шатасу осы жерден басталады. Адамның амал әрекетін экзистенциялық анализбен тексерсең, түп негізінде олар үшке жарылып кетеді. Яғни бірі соматикадан, екіншісі психикадан, үшіншісі неологиядан шығады. Нологиялық өлшемді оңай түсіндіру үшін мынандай мысал ұсынамыз. Үш түрлі фигураны бірдей пішінде көргені сияқты біздің тіршілікте бір оқиға үш түрлі негізде тарайды. Бір әйел тамақ ішпей отыр делік. Күйеуі неге тамақ ішпей отырсың деп сұрайды. Әйелі толысып кетіппін, салмақ тастау үшін диет тастап жүрмін дейді. Бұл тән немесе соматикалық себеп. Биологиялық дене бітімін реттеп, сымбатын сақтау үшін ашығып отыр. Енді екінші жағдайды алайық. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тамақ ішпей отырады. Неге тамақ ішпей отырсың деп сұрайды. Әйелі көршіммен ұрсып қалып едім. Тәбетім тарқап кетті. Аяқ қолым тырысып, аспатпай отыр. Ашуым тарқасын, сосын ішемін дейді. Бұл психологиялық себеп, яғни проблема әйелдің тәнінде емес, жанында болып жатыр. Үшінші жағдайды алсаңыз, күйеуі үйіне келсе, әйелі тамақ ішпей отырады. Неге тамақ ішпей отырсың деп сұрайды. Әйелі Рамазан айы басталды. Құдайдың разылығын тауып, рухани күш-қуат жинау үшін ораза ұстауға ниет еттім дейді. Бұл жерде ашығудың себебі әйелдің тәні не жанында емес, рухани болмысынан шығып жатыр. Яғни адамның әр қабатының мұқтаждығы бар. Әдетте ата-ана оның алғашқы екеуін ескеріп, рухани қабатының сұранысын қаперге алмайды. Баланың мінезінің қиғаш кетуі осыдан басталады. Әке мен шеше ең алдымен баланың қарнының тоқтығын, көйлегінің көктігін ойлайды. Әрине баланың денсаулығын қадағалау, ішіп-жемін түгендеу ата-ананың тікелей міндеті, бірақ бұл баланың бір ғана қабатының соматикалық денесінің мұқтаждығы ғана. Адамның келесі қабаты психика. Оның да өз қалауы бар. Бала бір уақыт
асыр салып ойнап, ән салып, би билеп, көңіл көтергісі келеді. Ата-ана бұған да жағдай жасайды. Циркке, театрға, киноға билет алып береді, аттракциондарға апарады, сауық кештеріне жібереді. Сөйтіп, оның психикалық мұқтаждығын өтейді. Бірақ ата-ана жиі жіберетін қателік адамның тағы бір қабаты, яғни нологиялық дүниесі бар екенін ескермейді. Оның да өз мұқтаждығы қалауы болады. Бір қабат адамға менің көкірегімді құндылыққа, мазмұнға толтыр, мәнге бөле деп сұрайды. Бірақ бала оны сөзбен жеткізе алмайды. Жеткізбек түгілі рухани қабатының бұлқынып жатқанын, құндылық сұрап тұрғанын өзі де түсіне алмайды. Бұл балаға ғана емес, ересек адамға да қатысты.